Еңізде лимон мен печенье болса, міндетті түрде осы печеньені жасап көріңіз. Ең алдымен лимонның цедрасын үпкіштен майда жағынан өткізіп аламыз. Лимонымыздың согын сығып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз, үстінен шекерімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Үстінен лимон согын қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Үстінен шай қасық қопсықышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен лимонның цедрасын қосамыз. Қолдың көмегімен араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тақтайшаның үстіне қойып, теңдей етіп 12 бөлшекке бөліп аламыз. Әрбір бөлшекті осылай домалақ етіп жасап аламыз. Ортасына қант ұнтағын қойып, барлығын қант ұнтағына малып аламыз. 20 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Дүкеннен сатып алатын печеньеға қарағанда әлдеқайда керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналымнан басқа да қызықты рецептерді көре аласыздар.